Kızlar biz soңғы этапқа да келіп жеттік. Енді біз мойынға қарай тағылатын алқасын жасаймыз. Мына бұрышынан ұшын тауып алып, міне моншақты, ұшындағы моншақты алып, 5-6 рет бекітеміз. Бұны мононитпен тігеміз. 5-6 рет бекітіп аламыз, себебі бұл үзіліп кетпейді. Мінекей бекітіп аламыз. Енді бұған біз бисер моншағын, сосын бұлай кәдімгі ақ моншақты тізетін боламыз. Бұған 20 бисер, көріп тұрғандай 20 бисер, сосын бір ақ моншақ, 20 бисер, бір ақ моншақ, сонда бисердің 8 қатары кетеді, ал ақ моншақтың 7 қатары кетеді. Сосын осылай міне. Соңғы жағынан застежкамызды бекіткенде, оны да бір 5-6 рет бекітіп аламыз, себебі таққан кезде үзіліп кетпеу үшін. Бекіткеннен кейін манағы тіккен, манағы моншақты алған жеріміз бар ғой, соған қарай қайтадан инемізді алып жүреміз. Мына бисермен моншақтардың ортасымен алып жүреміз. Осылай екінші жағында осылай тігеміз. Дәл 8 бисер қатар, сосын 7 моншақ. Осылай ең шетіне қайтадан жібімізді әкеліп, әр моншақтан өтіп бекітеміз жібімізді. Мінекей осылай тігеміз. Дайын болған өңір жиегімізді осындай әдемі қыздарымызға болмаса заказ етіп жасасаңыздар болады.